Сәлем. Бүгінгі сабағымызды өте керемет етіп ұйымдастырғым келді. Не берсем екен, балаларға қазір не керек деп қатты ойландым, шешімін таптым. Бұл сендердің болашақтарыңа арналған сабақ. Бүгінгі сабағымыз негізі логиканы дамыту болады. Яғни логика тоже мидың ішіндегі ойлау процесі. Сендердің керемет машинада, осындай офистің ішінде тап-таза болып, керемет жұмыс істейтіндей жағдай жасайтын бұл логика. Байқайсыңдар ма? Кейбір адамдар костюм шалбарда, классикада әдемі киініп, машинаның ішінде машина айдап, керемет үйде тұрып, ноутбукпен жұмыс істеп, тек миын ғана қозғалтып, әдемі киініп, артық іс-әрекеттер жасамай миллион тауып жүреді. Ал кейбіреулер ауылда қарайып, бірдеңелерді істеп, 100 мың теңге, 200 мың теңге жалақы, еще кредит, сондай проблема болады. Неге десек, жақсы өмір сүретін адамдар тек миы арқылы жұмыс істейді, артық іс-әрекет жоқ. Денесіне нагрузка салмайды. Логикасы дамыған, миын дамыту арқылы жақсы ақшалар тауып жүр. Ал ауылдағы немесе, қаланың өзінде де бар, тек қара жұмыс жасап, сол арқылы аз ақша табады. Киноға да бармайды, бір жаққа да қыдырмайды, себебі ақша жетпейді. Ақша жетпеудің себебі бірден бір себеп, тек миын қозғалтқысы келмейді. Миды жұмыс еткен кезде біздің денемізден өте көп энергия бөлінеді. Мысалы, жалқаулық деп айтуға болады, бірақ жалқаулық деп те айтпауға болады. Мысалы, жалқаулық дегеніміз не? Бірдеңе істеу керек, бірақ істегіміз келмейді. Неге? Себебі ол затты істегенде мидан энергия кетеді. Мидың негізгі қорегі ол энергия. Егер энергия жұмысқа кетсе, ол бос болып қалады, энергия азайып қалады. Бұл жан сақтау функциясы, бүкіл адамдардың жан сақтау функциясы. Сондықтан да, ой, жата тұрайын, ой, Инстаграм көре тұрайын деген сатқын, хайуани ойлар келе бастайды. Бұл жалқаулыққа алып барады, бұны сразу ұстап, оған жол бермеу керек. Жақсы, логикасы дамыған адамдар жақсы ақша табады екен, жақсы ішіп жейді, жақсы өмір сүреді. Сондықтан да сендер қазірден бастап, сендерді қазір екі таңдау тұр. Сендер қазір кішкентайсыңдар. Енді былайша айтқанда таңдауларын жасауларын керек. Жақсы өмір сүріп, аз жұмыс істеп, көп ақша тапқыларың келе ма? Немесе көп жұмыс істеп, күннен қара таңертеңнен түнге дейін жұмыс істеп, немесе вахтада бірдеңе кран айдап, аз ақша тапқыларың келе ма? Әрине көп ақша тауып, жақсы өмір сүргілерің келеді. Ол үшін тек миды, логиканы дамыту керек. Логиканы қалай дамыту керек екен, мен сендермен бүгінгі сабақта бөлісетін боламын. Сондықтан да ұйып, о деп тыңдаймыз. Логикаларын дамыту үшін логикалық тапсырмалар беріледі. Сондықтан қазір парақтарыңды дайындаңдар. Егер жоқ болса, видеоны тоқтата тұрып, дайындап алыңдар. Себебі қазір тапсырмалар беріледі. Оны қалам, қағазсыз орындау мүмкін емес. Жақсы. Логика дегеніміз негізі ойлау ғылымы. Логос деген сөзден шыққан, бұл көне гректердің сөзі. Логика біздің ғасырымызға дейін 4-ші ғасырда пайда болған. Дамыды. Қазір адамдардың өмір сүру салтына байланысты логиканың да тармақтары көп, бірақ ол енді үлкен университеттерде айтылатын тема. Біз тек логика сөзінің мағынасын білсек болғаны. Ол мидың ішіндегі ойлаудың бір процесі. Мысалы қараңдар, мынадай кубик Рубик. Бір бұрышы бос. Енді ол бос бұрышқа қандай бөлік тұру керек? 1 ма, 2 ма, 3 па, 4 па, 5 па? Әрине, қай бұрыш нақты жауап айту үшін кішкене ойлану керек. Міне, осы ойлану кезінде миымыз дұрыс жұмыс жасайды. Қанша ойланған сайын логикамыз дамиды. Қанша ойлансақ, жақсы болашақта жақсы ақша табамыз, жақсы өмір сүреміз, елге, жерге пайдамыз тиеді деген сөз. Бұл ойлау мидың қай жерінде жүріп жатыр? Өздеріңе белгілі, Аружан өткен сабақта өтті. Миымыз 2 бөліктен тұрады екен. Оң жақ бөлік және сол жақ бөлік. Логика біздің сол жақ ми бөлігімізді дамытады. Міне, суреттен көріп тұрсыңдар, оң жақ ми бөлігіміз көбіне ойлау, шығармашылық ойлау, креативный, түйсік, эмоцияны сезіну болатын болса, ал сол жақ миымызда логика, сандар секілді ақпараттар қамтылады екен. Енді біз бүгін көбіне сол жақ миымызды дамытуға арналған тапсырмаларды орындаймыз. Қаншалықты ойлансақ, соншалықты жауап келеді. Сендер
логикалық тапсырма келгенде тек миларыңа команда беріңдер. Сен миларыңа айтасың, сен осы тапсырманың жауабын табуың керек. Болды, артқа жол жоқ. Осылай айту керек. Сонда ми сендерге тауып береді. Жақсы, ең алғашқы тапсырмамызды бастайық. Міне, 367, 564 дейді. Ал 478-ге қанша? Бұған ойлануға, мен қазір экранға 30 секунд уақыт берейін. Егер жауабын таппаған болсаңдар, видеоны тоқтата тұрып, ойлануға болады. Бұның жауабын сендер жазып, маған жеке 15 балалық чаттарыңа саласыңдар. Жақсы ма? Сонымен уақыт кетті. Жақсы, енді бірінші сабақ болған соң кішкене сендерге қиындау болып жатқан шығар, бірақ бұлардың шешу жолын бәрін көрсетеміз. Кеттік. Екінші тапсырма. 30 секунд уақыт кетті. Жақсы, керемет. Үшінші тапсырма 7654, ол 1 екен. 9801, 4 екен. 3274, 0 екен. Ал 8133 қанша? Бұл жердегі заңдылықты сендер қазір тауып, чатқа қай заңдылық бойынша жасағандарыңды жауабымен жазып жібересіңдер. Сонымен 30 секунд уақыт бізде аяқталып та қалды. Енді төртінші тапсырма өте оңай, тек көз логикасын арттырады. Қазір мұна мультфильм кейіпкерінің көлеңкесі қайсы екен табайық. Осы суретті скриншот жасап алып, сол көлеңкесін бояп чаттарға жібереміз. Табуға көп уақыт кете ма? Жақсы, бұған 20 секунд уақыт берейік, соның өзі жеткілікті. Керемет, 4 тапсырманы да сендер ойланасыңдар деген ойдамын. Ойлану керек. Себебі қазір екі мүмкіндік тұр. Ойланбай да өмір сүрсеңдер болады, бірақ жалақыға 100 000 теңгеге ешкімге жетпейтін жалаққа өмір сүресіңдер, өмірлерің ары қарай дұрыс болмауы мүмкін. Екінші мүмкіндік бар. Дәл қазір ойланып, мынаның шешімін қалай да табасыңдар, сол арқылы ертең өскенде біз сияқты тек ноутбукпен жұмыс істеп, тек миымен жұмыс істеп, ақша табатын адам боласыңдар. Таңдау сендерде. Қазір ойланбай, қазір чатқа біреу жауабын жазады, мен де айта салам десеңдер, ол сендер масыл болып тәрбиеленесіңдер, ол дұрыс емес. Кім өзінің ойын жұмыс істетеді, сол болашақта жетістікке жетеді. Сондықтан да бұл логикалық тапсырмалар жасатқан кезде неше түрлі сатқын ойлар келеді. Жасамай-ақ қой, қазір чатқа біреу жауабын айта салады, соң күні айта саласың. Олай болмайды. Бұл сендердің өмірлерің. Өмірің ертең қалай болады, сенің дәл қазіргі ойлануыңа байланысты. Жақсы, олай болса, сендерді келесі сабақта асыға күтемін.